Маған қазір макаронды дайындап берсеңіз, сізге 20 мың теңге. Қайғы? Мен үйінде. Кім бар онда? Ешкім жоқ, мен тек қана. Не үшін? Ауызашарға макарон жасап берсеңіз. 20 мың теңге емес. Давайте онда қосам, 30 мың болады. Вот почему не горит фон. Жақсы. Тем более жаңбыр жауып жауырақ қалды. Қарындас бітіше ауыз ашарға уақыт жақында қалды. Есіміңіз қалай? Мереке. Тамақ дайындай аласыз негізі? Иә? 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 Онда давайте макаронға не продукты керек, барып магазин алайық та. Аха, жақсы. Мереке ханым, енді не аламыз? Жалпы тамақ дайындай аламын дедіңіз ғой. Қайсысын алайық? Сізге ұнағанын алайық. Эка, бір үміт өшіп тұрыңдаршы менен. Тамақ дайындай аласыз ба точно? Иә. Мынаны ала берейін, нормально сияқты. Иә, осы дұрыс сияқты, иә. Мен де сізді ойлаймын. Сіз қолдайсыз, Иә, сала берін, мен қолдап жүрейін. Давай. Мереке, үйіме қош келдіңіз. Қазір керемет етіп, сіздің қолдан макарон жейміз ғой, иә? Жейміз ғой. О, тездетіп тойындайықшы, қазір ауыз ашатын уақыт келіп қалды. Сонымен достар, пастамияны дайындалу үшін не керегін қазір Мерекеден сұрайтын боламыз. Мереке. Картошка, пияз, Так, бұл? паста, томатная паста. Вау! Огурцы. Акинау, не? Сіз ғой таңдаған не дегеніңіз? Вау, вообще мен продуктыды алмаймын уже, ойлашы. Неге ұқсап тұр бұл? Курица. Тамақ пішіре дедіңіз ғой? Өтірік па? Ялып тұр уже. Тамақ дайындай аласыз ба негізі? Иә? Өтірік па шынымен? Неге өтірік айттыңыз сонда маған? Содан жаңбыр жауып тұрғасын. Жылы жерге кіріп жылынам деп па просто? Бұның бәрін кім пісіреді енді қалай?